Құрметті оқушылар, біз бүгін 9 сыныпқа арналған ТЖБ, енді 4 тоқсанның ТЖБ-сын талдамақшымыз. Бізде ТЖБ-да барлығы 4 тапсырмадан тұрады. Біріншісі listening, яғни тыңдап, бізге бірінші екінші сұраққа мына жерде ABCD таңда деп тұр. Яғни бұл жерде екеуі артық қалады, екеуін таңдауымыз керек. Және де мына жерден replace деп тұрған, яғни асылған сөздерді өзгертіп жазуымыз керек. Ол да тыңдалымның арасында, яғни тек қана бір сөз жазылу керек мына жерге. Екеу, мынау 4 сөз, барлығы 6 сөз. Мен оны дұрыс жауаптан бірден көрсететін боламын. Ал reading бойынша бұл оқылым. Мұнда ол жерде де асылған сөздер бар, соларды мына жақтан алмастырып жазуымыз керек, яғни біреуін таңдауымыз керек. Және де A-дан E-ға дейінгі барлығы тексттердің қайсысы екенін осы жерге жазуымыз керек, яғни ABCD. Бұл да 6. Бұны мен бірден дұрыс жауаптан көрсетемін. Мінекей. Listening бойынша біріншісі S, екінші V, яғни CV, үште famous, төртінші convince, бесінші impressed, алтыншы grateful. Reading, яғни оқылым бойынша біріншісі waste, immediate, continue, және қалған үшеуіне біз ABCD-дің біреуін таңдауымыз керек. Яғни E, бесінші B, алтыншы C екен. Осы жерден тоқтатып жазып алсаңдар болады. Енді біз writing-ге көшеміз. Бұл үшінші тапсырмамыз. Екі тақырыптың біреуін ашып эссе жазуымыз керек. Біріншісі, яғни саяхат бұл қазіргі уақытта танымал болып жатқан нәрсенің бірі. Оның бірақ артықшылықтары мен кемшіліктері қандай саяхаттаудың. Екіншісі, технологияның артықшылықтары мен кемшіліктерін жаз деп тұр. Мен оны мына жаққа жазып қойдым. Мінекей. Яғни оның қандай артықшылық кемшілігі бар екен. Мысалға, бұл яғни әлемді аралаудың, көрудің жақсы жолы саяхаттау. Біз табиғатты көре аламыз, одан көп нәрсе үйрене аламыз, және өзімізді дамытамыз, ашық боламыз деген сияқты. Ал кемшіліктері, жалғыз өзің, мысалға, жалғыз болуы мүмкін, өзің жүрсең, бір жерден екінші жерге жүру қиын болуы мүмкін. Және қасыңда адам болмаса, оны ешкімге айта алмайсың, және де ауа райымен проблемалар болуы мүмкін. Сен жақта басқаша, сен барған жерде басқаша болуы мүмкін, қысқаша өз ойымды жаздым мына жерге. Екінші, технология. Жалпы қазір бізге ол көптеген смарт сағаттар бар, смарт телефондар бар деп жаздым. Компьютерлер бұрынғыдан гөрі, яғни тезірек жұмыс істейді, бізге ыңғайлырақ қылып істеген, және өте көп уақытқа жететіндей күші бар. Яғни олар біздің өмірімізді оңайырақ қылады, тезірек, жақсырақ, көңілдірек қылып жатыр. Бірақ сонымен қатар біз оған не істеп жатырмыз, яғни тәуелсіз болып жатырмыз. Көптеген адамдарда мысалға көз ауруы болып жатыр, балаларда әртүрлі аурулар, себебі олар көп уақытын компьютерде өткізіп жатыр деген сияқты жазуға тырыстым мына жерінде. Бұны сендер, яғни абзацқа бөліп толықтырып жазсаңдар да болады. Бұл writing бойынша мен екі тақырып түсіндіріп жатырмын. Speaking бойынша бізде барлығы карталарға, яғни 8 карта, 6 карта болады кейде, соған сол бойынша сұрақтар болады. Travel және tourism, бастапқы үшеуі бізде саяхат және туризмға байланысты екен. Мысалы, қай елдерге барғың келеді, Лондонға деп астына жазып қойдым. Не істегің келеді ол жаққа барғанда, мысалға, шетелдіктермен сөйлескім келеді деген сияқты, осы жерден қарап жазсаңыздар болады. Мінекей қасына бәрінікін жаздым. 4, 5, 6 бізде технология тақырыбы бойынша, яғни 7, даже бізде 8-ге дейін бар екен. Үшеуі мына араласып кеткен екен. 6-шыда да travel жүр екен. Әртүрлі араластырып сіздерге жалпы қалай қолдану керек, ол не үшін жақсы, сенің нені ұнатасың, мысалға, мен ноутбук ұнатамын деген сияқты. Мысалға, мына жерде
болашақта технологиямен қандай өзгерістер болуы мүмкін дегенде мен бір жерден екінші жерге адамдар оңай ұшып жете алады деп жазып қойдым мысалға. Сондай өз ойымнан жауаптарды құрастырдым. осы жерден өздерің тоқтатып видеоны жазып алсаңдар болады. бұл әркімнің өзі жазу керек ойдан, яғни бұның дұрыс жауаптары болмайды. Грамматикалық тұрғыдан және лексикалық тұрғыдан өткен сөздерді қолданып жазуға тырыстым. Тағы да сұрақтарың болса комментарийға жазып, маған лайк басуды ұмытпаңдар, каналға тіркеліңдер. Әлде де әлі талай видеолар болады алда. Okay, goodbye, good luck to you. Сендерге сәттілік тілеймін оқушылар. Сау болыңдар.